Балалар, бүгін біз үшін ерекше күн. Бүгін біздерге қонақтар келіп отыр. Олай болса, қонақтармен сәлемдесіп алайық. Армысың, ардақты Асқан ата, армысың мейірімді жер ана. Армысың мейірімді жер ана, армысың шұғылалы алтын күн, күліп шықты күн бүгін. Қайырлы таң қонақтар, қайырлы таң достар. Сәлематсыздар ма қонақтар? Ертегілер еліне қош келдіңіздер қонақтар. Ал балалар, ертегілер әлеміне бару үшін қандай көлікпен барамыз? Дұрыс айтасыңдар, машинамен барамыз. Ендеше машинамызға отырып алайық. Біздер ертегілер еліне де келіп жеттік. Менің қолымда сандықша бар екен. Кәне ішін ашып көрейікші. Сандықшаның ішінде не бар екен? Сандықшаның ішінде кітап пен ертегі кейіпкерлер жатыр екен. Ендеше мен сіздерге жұмбақ жастырамын. Бұндағы жұмбақтың шешулері қай ертегі кейіпкерлері екенін барлығымыз бірге табайық. Өзі қу, жүрген жері айқай шу. Дұрыс айтасыңдар балалар, жұмбақтың шешуі түлкі екен. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Дұрыс, өте аю екен, өзі қып-қызыл болып піседі. Жұмбақтың шешуі бауырсақ екен балалар. Ендеше балалар, бұл ертегі қалай аталады екен? Дұрыс айтасыңдар, бауырсақ ертегісі. Ендеше бауырсақ ертегісін бірге тамашалайық. Қараңғы орманға домалап жете. Орманда оған қоян кездеседі. Бауырсақ. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме, жеме, мен саған өлең айтып берем. Жоқ, ендеше менің тапсырмаларым бар. Тапсырмаларымды орында. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме, жеме, қасқыр, мен саған өлең айтып беремін. Өлеңіңнің қажеті жоқ маған. Одан да маған тапсырмаларымды орында. Аюшан. Бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ, мен сені жеймін. Аю, сен мені жеме, ал мен саған өлең айтып беремін дедім. Жарайды, ендеше өлеңді бірге айтайық. Сондағы жинала қояйық балалар. Мен қазір тұра алмаймын, бетімді жуа алмаймын, шашымды тарамаймын, қыс өтеді сонда сен ойнауға кел менімен. Тапсырманы жақсы орындаған үшін рахмет айтып, ары қарай жүрейік. Елдесінің ояңдым, оны да кеттім қалдырып. Одан қосқыш жолықтым, оны да кеттім қалдырып.
тапсырманы орындасаңдар ғана бауырсақты босатамын дейді. Түлкі де көңілсіз екен. Ендеше барлығымыз бірге мына қонақтарға да тапсырмалары бар екен түлкінің алып келген. Ертегілер көлеңкесін тап деген қонақтармен бірге және де балалар орманда жүрген аңдар. Балалар, бауырсақты түлкі ұстап алыпты. Ендеше бауырсаққа бірге көмектесеміз бе? Түлкінің бауырсаққа келген тапсырмалары бар екен. Тапсырмаларын орындамаса, түлкі бауырсақты босатпайды екен. Ендеше келген қонақтардан көмек сұрайықшы. Бірге мына ертегілер кейіпкерлерінің көлеңкесін тап деген ойынды бірге ойнайықшы. Және де балдарға да тапсырмасы бар екен. Аңдардың дене мүшелерін тап деген. Соны бірге орындайық. Жақсы, ендеше орындасақ, түлкі де көңілді, бауырсақты босатты. Түлкінің де балалар тапсырмасын орындадық. Түлкі де риза. Балалар, біз қандай ертегілер елінде қонақта болдық? Бауырсақ ертегісі, дұрыс айтасыңдар. Сіздерге бауырсақ ертегісі ұнады ма? Ұнады ма? Дұрыс. Өте жақсы, сіздерге ұнаса. Бауырсақ сендерді түткілген құтқарғандарың үшін алғысын айтып, сендерге бауырсақ әкелді. Исін-ай, мына бауырсақтың керемет екен. Ендеше осымен ертегіміз аяқталды. Ертегілер кейіпкерлерімен таныстырып өтейін сомдаған. Аты әже рөлінде ойнаған Жанешева Айдана. Абуғали Кемелхан ата рөлінде. Оян рөлін сомдаған Динғалым Амина. Бауырсақ рөлін сомдаған Қайырболатова Айдин. Түлкі рөлін сомдаған Сәлім Ерхан. Қасқыр рөлін сомдаған Хамза Есенжанов атындағы кітапхананың қызметкері Лена Махамбетқызы. Айым рөлін сомдаған Аяжан Уахитқызы. Хамза Есенжанов атындағы кітапхананың қызметкері. Аңғатаны бүгін әлемнің қызығына жүрдім. Бүгін жұлдыз айы көркем, әрине дүниеден құстары сөйлейді, бұлттары тербейді. Мен оянып кеттім әбден. Балалар, қонақтармен қосылып ән айтып болдық. Ендеше ертегілер елінен тобымызға машинамызбен отырып бірге қайтайық.